Қайырлы күн баршаларыңызға. Бізде 9 сыныптың геометрия пәні бойынша шеңбердің ұзындығы деген тақырыпқа берілген бірнеше сызбаларға қатысты есептер бар екен. Соларды талдап көрейік. Бізге берілген алғашқы сызбамыз үлкен шеңбер берген, оған іштей жанасатұғын 3 тең шеңбер берілген екен. Яғни суретте көрсетілгендей кішкене шеңберлердің радиусы кіші r-ді, үлкен шеңберлердің радиусы үлкен r арқылы өрнектеңдер дейді. Бұл жерде кіші r-лар өзара бір-бірімен тең екен. Енді осы жерден біз берілген сызбамызды кішкене былай қарай түзетіп алайық. Түзетіп алғаннан кейін біз өзіміз көріп тұрғанымыздай үлкен шеңберменен кішкене үш шеңбер үш нүктеде жанасып тұр. Сол жанасып тұрған үш нүктені біз бір-бірімен қосып көрейік. Кішкене есебімізді үлкейтіп алайық. Енді осы жерден біз бұны бір-бірімен қосатұғын болсақ не аламыз? Мынаны былай қарай қосайық. Мына жерім кішкене қисайып кетті. Түзететін шығар енді. Сызбам арасында қисық болса мән бермеңіздер. Енді бізде бұл шеңберлерді жанасу нүктелерін бір-бірімен қосқаннан кейін енді бұның тең қабырғалы үшбұрыш екендігі түсінікті ғой бәрімізге де. Өйткені мына бір жанасу нүктелерінде бөлген доғалар өзара тең. Тең доғаларға сәйкес қабырғалар өзара тең болады. Енді тең қабырғалы үшбұрыштың медианасы, биіктігі, биссектрисасы бәрі бір түзу. Сол бойынша біз бұлардың медианаларын қиылыстыратын болсақ, осы қиылысу нүктесі бізге сырттай сызылған шеңбердің радиусы болып келетіні түсінікті. Енді бізде мынау жанасу нүктесінен былай қарай жүргізсек, бұл кіші шеңбердің диаметрі. Енді осы кіші шеңбердің диаметрінен жаңадан бергі нелерімізді, әріптерімізді қойып алайық. Мына жерде бізде болсын үлкен шеңбердің центрі O нүктесі болсын. Одан кейін мына жерде бізде А нүктесі болсын мына жақта. Мына жерден біз негізінде былай қарай тағы да бір дүние түсіріп алуымыз керек. Бұнымыз енді кішкене қисықтау болды. Шамалы түзетіп қояйын. Мынандай болсын делік. Мына нүкте бізде болсын, Б нүктесі болсын. Содан кейін жаңағы мына жерге келген мына нүктеміз С нүкте деп қояйын, мына жерге Д нүктесі деп қояйын. Бізден енді осы жерде өзіміздің белгілеулерімізді енгізейік. АО дегеніміз болады бізде үлкен радиус. Ал АД бізде болады кіші радиус. Мына жердегі бөлік. АД өз кезегінде СД-ға тең, ол да радиус. Сонымен бірге бізде мына жерде ОД деген бөлік. Мына жердегі мына бір бөлік. Осы бөлікті мен қазір жазамын. Бұл бөлік бізде ОД деген бөлік. Үлкен радиустан кіші радиус, мына жақта кіші радиустың бөлігін алып тастаймыз. Үлкен радиустан азайтамыз кіші радиусты. Енді тең қабырғалы үшбұрыш, жаңа айттық, медиана, биссектрисия, биіктік бәрі бірдей болады. Мынау жалпы 60 градус болса, онда мына жердегі бөлік бізде 30 градус. Енді бізге мына жерде СД-мыз бізге АБ-ға параллель. Демек, мында тұрған бұрыш ол да 30 градус. Енді ары қарай бізге мынау жерде СД-ны бағана мына жерден біз радиусқа тең деп белгілеп қойғанбыз. Кіші радиусқа, Енді кіші радиусқа тең болса, бізде іргелестің көлбеуге қатынасы ол бізде косинусты білдіреді. Ондай болса косинус 30 градустағы мәнді бірден жазып салайын. Ол менде 2-ден тура 3-ке тең. Ал енді дәл осы 30 градусқа қатысты косинусты жазатын болсақ, СД-ның қатынасы ОД-ға. Бұл белгіленген әріптер бойынша СД-ның орнында бізде кіші R бар, ОД-ның орнында жаңағы R минус кіші R бар. Демек, бұл жаңағы 2-ден тура 3-ке тең болады. Енді ары қарайғысы пропорция. Сонда бізде 2 кіші R-іміз түбір астында 3 үлкен R азайтылған түбір астында 3 кіші R-ға тең. Мына бөлігін былай қарай өткізіп жіберсем, сонда менде 3 түбір астында 3 үлкен R-іміз тең болады 2 қосылған түбір астында 3 кіші R-ға. Енді осы жерден бізде үлкен R арқылы депті. Демек, R тең кіші R тең түбір астында 3 R-ді бөлеміз 2 қосылған түбір астында 3-ке. Иррационалдықтан құтқару үшін түйіндесіне көбейтсек, түйіндесіміз бізде осының минусы 2 минус түбір астында 3-ке көбейтіп жүреміз. Сонда бізде бөлшектің бөлімінде 4, 1. Демек, бөлшектің бөлімінде 1, алымында өрнек қана қалады деген сөз.
Так, ол бізде 2 түбір астында. Так, мына жерде минусы бар. 2 түбір астында 3 минус 3 пен 3 ол түбірден шығып 3 болады. И сыртына үлкен радиусты жазып қоямыз. Екеуінде де енді радиус бар. Так, сонымен біздің жауабымыз осы түрде қалады деген сөз. Енді осының келесі есебін қарастырайық. Екіншісінде мынандай бір жаңағы шеңбердің ішіне төртеуін салып қойыпты, кішкентай шеңберден. Енді бұл 4 шеңберге қатысты мынандай бір сызба салып алайық өзімізге. Енді осы сызбадан ары қарай біз өзіміздің қосымша сызықтарымызды жүргізейік. Біріншіден мынау үлкен шеңбердің центрына былай қарай бір радиус жүргізейік. Яғни бұл бізде өз кезегінде үлкен шеңбердің радиусы болып есептелінеді. Бұл үлкен шеңбердің радиусын осылай белгілеп алайық та. Енді кіші шеңбердің радиусы ол бізде мынадан былай қарай жүргізе тұрайын әзірше. Так, енді мынау екі жанасу нүктені былай қарай қосып жіберсек. Бізде енді осы жердегі нүктелеріміздің атауларын беріп алайық. Жаңағы әдеттегідей мынау үлкен шеңбердің центрі O нүктесі болсын, мынау A нүктесі болсын, мына жерде B нүктесі дейін, мұнда S, D, менде бұл кіші шеңбердің центрі. Енді осыны кіші шеңбердің центрі дегенде бізден бұл былай қарай да түседі ғой, қысқасы. Так, мына жерге не деймін? E дей салайын. Так, бұл да кіші радиус, мына жерде мынау да кіші радиус. Ал мына жердегі OD деген бөлік жаңағы үлкен радиустан азайтамыз кіші радиусты. Бұл да қысқасы жаңағы есепке ұқсайды, ұқсамайтұғын жері. Так, мынау бізде CD радиус, ED радиус, OED радиус, OCD радиус. Яғни осы жерде бізде OCDE деген ол квадрат болып тұр деген сөз. Ал мынау OD ол диагонал болып тұр. Демек, мұндағы бұрыш бізде 45 градус. Соған сәйкес мынау да 45 градус. Так, CD менен AB параллель. Демек, мына жерде де 45 градус. Так, осыдан бізде енді қандай дүниелер орындалып тұр? Бізге O дей салайын, үлкен радиус болсын. Ал бізге AD, ол бізде кіші радиус. Бұл өз кезегінде жаңағы ED менен CD-ға тең дедік. Және OE-ге де тең. OC-ға да тең. Бұлардың бәрі кіші радиустар. Так, енді Пифагор бойынша бізде OC-ның квадратына қосамыз CD-ның квадратын. Бұл тең болады OD-ның квадратына. Так, бізде OC-ның орнында кіші радиус бар. Мұнаның орнында да кіші радиус бар. Бұл тең болады менде R минус кіші радиус. Оның квадрат деген сөз. Так, мына екеуін біріктірсек, 2 кіші R квадрат тең болады. Мына жақта R минус R, оның сыртында квадрат. Так, енді осы жерде мына квадратын жоғалтып жіберейік. Яғни бізде үлкен R азайтылған кіші R тең болады түбірдің астында мынау 2 түбір астында радиустың квадраты, кіші R-дің квадраты. R квадрат бізден шығып кетеді. Сонда осы жерден бізде үлкен R тең болады. Түбір астында 2R. Мына плюс ары қарай, минус ары қарай плюс болып өтеді. Так, сонымен екеуінде де радиус бар. Бұны жіктеп алып кете салайын мен. Түбір астында 2 қосылған 1, сыртында кіші R. Так, енді маған кіші R-ді өрнектеу керек. Так, кіші R бізде тең болады. Онда болса, үлкен R-ді бөлеміз түбір астында 2 қосылған 1-ге. Енді түйіндесіні көбейтіп, иррационалдықтан құтқаратын болсақ, түйіндесі бізде минусы болады. Так, 2-ның квадраты, түбір астында 2-ның квадратының 2, 1. Демек, бұл жердің бөлімі 1 болып қала береді деген сөз. Онда болса, бізде бұл жерден кіші R тең болады. Түбір астында 2 минус 1 и сыртында үлкен R. Так, біздің соңғы жауабымыз осы нұсқа болып қалады екен. Келесі бізге суретте көрсетілген үлкен жарты шеңбер ұзындықтары менен кіші 3 жарты шеңбер ұзындықтарының қосындысын салыстыру керек дейді. Енді мынау толық шеңбер түріне келтіріп былай қарай салып қояйын. Жалпы енді осы жерден біз қысқасы шеңберлердің ұзындықтарының қатынасын анықтасақ,
жеткілікті деген сөз. Так, бізде мына жерден болсын делік. Мынау бір А нүктесі, Б нүктесі, С нүктесі, Д нүктесі болсын. Так, А бұны А-ға тең дейін, мына жердегі кіші Б-ға тең, мына кіші С-ға тең дей салайын. Так, енді осы жерден мынау бірінші шеңбер, екінші шеңбер, үшінші шеңбер деп қояйық. Сыртындағысы бізде төртінші шеңбер болсын. Так, енді осы жерден бірінші шеңбердің, яғни P1 дей салайын, периметр 1 деген сияқты түсініңіздер. Диаметрі А болып тұр. Сонда P A и оның бізге жартысы ғана керек. Демек 2-ге бөлеміз. Сонда 2-ден 1 PA. Так, екінші P2 ол бізде 2-ден 1 PB деген сөз. Үшінші периметр 2-ден 1 PS. Так, төртінші периметр. Оның диаметрі AD менде AB-сылардың қосындысы. Демек 2-ден 1 P тұра береді мына жерге. Мына жерде диаметрдің орнына A қосылған B, қосылған S деген мәнді аламыз. Так, мына үшеуін бір-біріне қосайық. Үшеуінде де 2-ден 1 P деген бар. Өздеріңіз көріп отырғандарыңызда, менікі мына жерде 2-ден 1 P бар бәрінде де. Сонда 2-ден 1 P-де жақшаның алдын алып кетсем, мына жақта бізде A қосылған B, қосылған S деген қалады. Бұл қарап отырсаңыздар, мынауменен тең. Демек бізден жауабымыз P1 қосылған P2 қосылған P3 емес. Бұлардың бәрі P4-ке тең болады екен. Келесі бізде 4-те 18-ші есеп. Суреттегі қалыңырақ сызықпен сызылған қисықтардың ұзындығын табыңыз дейді. Енді бұл жерде мынау гүл сияқты болып көрініп тұрған шығар деп түсіндім енді өзім. Енді осыны біз анықтауымыз керек екен. Сонымен алдымен сызбаны түсініктірек болу үшін бұлай салып алайын. Енді бұл жерден біз не көріп тұрмыз? Бұл жерде мына біреу жердегі қиылысқан нүктелерден көріп отырсақ, осы 6 нүкте арқылы өтетұғын біз мынандай бір тең қабырғалы 6 бұрышты салуға болады екен. Енді осы тең қабырғалы 6 бұрыштан пайдаланып біз мына жерден тағы да бір нүктені белгілеп алсақ, осы жерде мынандай бір үшбұрыш жүргізіп алуға болады. Бұл үшбұрыш өз кезегінде білесіздер, тең қабырғалы үшбұрыш тең 6 тең қабырғалы үшбұрыштан құралады. Демек, бұл да тең қабырғалы үшбұрыш деген сөз, жаңағы тең қабырғалы 6 бұрышты бөліп тұрғанның бір бөлігі. Яғни бұның қабырғаларының ұзындығы жаңағы тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасымен бірдей. Екінші бір сөзбен алып айтқанда, жаңағы мынау сызылып тұрған шеңберлеріміздің радиусыменен бірдей болып есептелінеді. Ондай болса біз мынау үшбұрышты ABC үшбұрышы деп алайық. ABC деген үшбұрыш болсын. Енді осы ABC үшбұрышының мына бір жердегі бөлігі, осы бір бөлікті анықтайтұғын болсақ, мынау бұрыш бізде 60 градус екендігі түсінікті. Енді ары қарай бізде қандай дүние еді? 60 градусқа бөлінген 180, мына жақта P R болатұғын. Жалпы мынау AB доғасының ұзындығы, AB доғасының ұзындығы осылай болатұғын. Так, енді мына жерден екеуін қысқартатын болсақ, 3-ден P R шығады екен бұл. Енді осындай доғадан бізде мына жердің өзінде мына жақта біреу бар, екеуі бар. Осындай 6 жұп бар. Демек 12-сі бар. Онда болса жалпы ұзындықты мен бүйте салайын. 3-ден P R-ді көбейтейін 12-ге. Мына екеуін қысқартып жіберсек 4. Сонымен бізден шығады 4P R болып шығады екен. Келесі 4-те 18-дің тағы біреусі. Бұл жердегі енді қалыңырақ сызығын нақтылы түрде көрсетіп қойыпты. Енді осыны біз анықтап өзімізге икемдеу үшін мынау сыртындағы тұрған шаршының қабырғасына тең болатұғындай, радиусы соның қабырғасына тең болатұғын біз шеңберлер салуымыз керек екен. Так, мынандай 4 шеңбер салып алдық. Енді осы 4 шеңбердегі ортадағы 4 бұрышқа ұқсайтын, бірақ кішкене ұқсамайтұғын бір бөліктір, соның периметрін табуымыз керек. Так, ол үшін бізде мына жердегі тұрған нүктені біз шеңбер центр ретінде қарастырайық.
және мына жердегі тұрған екі нүктеменен осы жақтағы шеңбердің центрынан 2 радиус жүргізейік. Сонда бізде пайда болған мына жердегі бұрышты тапсақ, ары қарай қалған жұмыс оңай түрде анықталады деген сөз. Енді айтқанымыздай, осы бұрышты анықтауымыз керек. Так, мына жаққа О дейін, мына жерде А дейін, мына жерге Б дейін. Так, енді осы жерден біз мынау қиылысу нүктелерді былай қарай бәрін бүйтіп қосып жіберетін болсақ, жалпы бұл бізде мына жақтағы шеңбердің екінші мына жақтағы радиусы дейтін болса, осыған перпендикуляр именно жарты радиусына қысқасы тең екіге бөліп тұр. Тең екіге бөліп тұр деген сөз, бізде мына жақта 2-ден 1 радиус, мына жақта 2-ден 1 радиус деген сөз. Так, бұл 2-ден 1 радиус болып тұрса, онда бізде мынау да 2-ден 1 радиус болады. Так, енді өз кезегінде бізде мынау бізде ол жалпы радиусқа тең. Так, енді бізде қарсы жатқан қабырға көлбеу қабырғаның жартысына тең болса, демек осы бұрыш бізде 30 градус деген сөз. Дәл сол сияқты бізде мына жақтағы бұрышты да дәл осылай анықтап алуға болады. Бұл да 30 градус болады. Демек, бізде мына жақта 90 градус болса, онда мынау аралық, ол да 30 градус болады деген сөз. Демек, 30 градусқа қатысты біз енді ары қарай дайын дүниені жаза саламыз. Біз жаңағы АБ доғасының ұзындығы тең болады ондай болса, мына жақта 30 градус, мына жақта 180 градус. Так, мына жақта бізде пи R бар деген сөз. Так, мына екеуін қысқартып жіберсек, бізде 6-дан пи R болады. Так, енді осы жерден мұқият назар аударамыз. Мынау АБ доғасы біреу, мына жерде тағы біреу бар. Сол сияқты бізде мына жақта сондай АБ доғасына ұқсайтын тағы біреу бар. Мына жақта соған ұқсайтын тағы біреу бар. Сонда бізде 4-еу бар деген сөз. Яғни бізге керекті периметріміз жаңағы пи радиустың 6-ға бөлінген түрін 4-ке көбейтеміз. Мына екеуін қысқартсақ 2, 3. Сонда бізде 3-тен 2 пи R деген жауап шығады екен. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.